Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үйде дайындалатын өте дәмді пряники жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Мінекей осындай керемет әрі өте көп болып шығады. Ыдысымызға ыстық сүт, қант жақсылап араластырамыз көпіргенше. Мен астында 2 рет ұнның мөлшерін жаздым. Біз қазір заварной крем дайындап алуымыз керек, яғни заварной тесто. Сол себепті бірінші ұнның бір бөлігін ғана салып аласыздар. Одан соң қалған бөлігін салып қамыр илейтін боламыз. Сұйық май жақсылап араластырамыз. Майы қосылғанша 1 жұмыртқа және 2 жұмыртқаның сары уызы. Ал ақ уыздарын қойып қоямыз. Ол бізге қазір бетіне жаққанға керек болады. Қопсытқыш, ванилин. Мінекей біздің заварной тестамыз дайын болды. Енді 550 грамм ұнды салып, бірінші қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Сосын жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мінекей қамырымызға ұн сеуіп дайын болды. 10 минуттай тұрса жеткілікті. Енді қамырымызды жайып аламыз. Өте оңай жайылады. Шамамен осындай 1 сантиметрде болу керек, қатты жұқа да болмауы керек. Одан соң дөңгелек бөліктерге бөліп, қамырымызды кесіп аламыз. Қызып тұрған пеште 18-20 минут пісіріп аламыз. 180 градуста. Ал бетіне дайындаймыз. 2 жұмыртқаның ағы жаңағы және сахарная пудраны алып, жақсылап миксерлейміз. Осылай ағарғанша миксерлейтін боламыз, ал бірақ өз формасын ұстауы міндетті емес. Бетіне жаққанда дұрыс жағылмай қалады. Мінекей 1 сағаттай тұрды, беті қатып, өте әдемі жұмсақ. Осылай пряникіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер балаларыңызға. Өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Ас болсын. Рецепт ұнаса, каналды қолдап, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Көп-көп рахмет. Ас болсын.